Бәріңізге сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай шоколадқа батырылған және балаларға қатты ұнайтын өте дәмді песочный печенье дайындаймыз. Жұмсақ сары майға сахарный пудра саламыз. Және осының үстіне бір жұмыртқа, менде Сібір категория. Енді осы үшеуін біріктіреміз. Картоп крахмалын салдым мен, ол болмаса кукурузный крахмал салсаңыздар болады. Мына жерде ұн мен разрыхлитель. Енді осылардың бәрін біріктіріп, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Осындай коврикке жайып барып формасын келтірем мен. Егер бұлай істемейтін болсаңыздар, қолмен ақ жеке-жеке алып келтіріп істесеңіздер де болады. Любой форма берсеңіздер болады, өздеріңіз білесіздер. Дайын болған печеньелерді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста осындай сәл қызарғанша пісіріп алдым. Одан кейін толық суытамыз. Бұл суығанша енді біз шоколадын дайындаймыз. Мына жерде менде темный молочный шоколад. Водяной баняда ертіп аламыз. Содан кейін мен осының үстіне 5-10 грамм темный шоколад қостым. Типа темперирование жасаған сияқты қолға жабыспайтындай болсын деп, бірақ білмеймін қаншалықты болды. Бірақ сәл де болса қолға азырақ жабысты. Егер олай жасағыларыңыз келмесе, полный бәрін ертіп алып, солай батырып шыға берсеңіздер де болады. Главный печеньеміздің бәрін батырып болғаннан кейін мен міндетті түрде неге қойдым? Балконға қойдым, салқын жерге или холодильникке қойсаңыздар болады. Содан кейін ана шоколад өзі пергаменттен оңай алынады, жағылмай. Барлық печеньеміз батырып болғаннан кейін шоколады сәл қатты деген кезде осылай
кокосовый стружка, не болмаса сразу сол шоколадқа батырғаннан кейін фисташкаларыңыз бар болса соған да батырсаңыздар күшті болады. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қалады. Бұл печенье бәрімізге қатты ұнады. Осы видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.